Ал қымбатты достар, бісміллах деп бастаймыз. Сіздерге бүгін өте жұп-жұмсақ, енді шынында да өте жұп-жұмсақ болып шығатын дәмді булочкидің рецептін көрсеткелі отырмын, дайындалу жолын. Әрине бүкіл заттар жылы болу керек, бөлме температурасында тұрған болу керек. Ең алдымен жылы су, жылы сүт, бір жұмыртқа, қант, 80 немесе 100 грамдай қантты араластырып аламыз. Үстіне бір ас қасық тұруш қосып, сұйық заттарымызды шамалы араластырып аламыз. Видео ұнаса соңында міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Каналды дамытуға қолдау көрсетсеңіздер әрине қуанар едім. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі пайдалы да әрі оңай рецепт видеолар өте көп болады. Көріп отырғандарыңыз үшін әрине алғысым шексіз. Осылай ұнды екі бөліп, аз-аздан қосып, венчикпен немесе вилкамен араластырып аламыз. Ары қарай қолмен араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр өте жұмсақ болу керек. Илегенде ұнды көп қоспаңыздар. Аз-аздан қосып илегендеріңіз дұрыс болады. Қамыр өте жұмсақ болып шығу керек. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай қамырымыз дайын. Жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Енді осы дайын қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр 2 есе мөлшерде көтерілуі қажет. Ал өздеріңіз көріп тұрғандай арадан 1,5 сағат өтіп қамырымыз дайын болды. Қамыр жұп-жұмсақ болып, әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды аз-аздан кішкентай бөлшектерге бөліп, домалақтап аламыз. Сіздер қаласаңыздар таразының көмегіменен бірдей мөлшерде домалақтасаңыздар болады. Мен барлығын көз мөлшермен жасай бердім. Осылай домалақтап шығамыз. Домалақтап болған қамырларымыздың бетін жауып, тағы да бір 10 минутқа қалдырамыз. Кішкене қамырмен жұмыс жасау жеңіл болу үшін қолымызды аздап майлап аламыз. 10 минут тұрған қамырымызды осылай жайып, сопақша етіп жайып, ішіне өздеріңіз қалаған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Тосап немесе сахар. Мен мұнда вареный сгущенканы қолдандым. Менің алған сгущенкам кішкене сұйықтау екен. Егер сіздердікі сұйықтауы болса, дәл осылай сұйықтау болып қалса, қамырдың шетін жақсылап бекітулеріңізді осылай жақсылап бекітіп шығуларыңыз керек болады. Ішіндегі начинкасы ағып кетпес үшін. Дайын жасап алған, формаға келтіріп алған қамырларымыздың бетін жауып, тағы да бір 15-20 минутқа қалдырамыз міндетті түрде. Сонда ғана булочкамыз өте жұмсақ болып шығады. 15 минут өткен соң бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жіберіп араластырып, жұмыртқаның сарысын дайын қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Бетіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мак немесе күнжіт себсеңіздер болады. Мен қамырды кішкене артықтау мөлшермен дайындадым. 2 түрлі булочки жасау үшін. 2-3 түрлі булочки жасау үшін. Мында тосап қолдандым. Сіздер әрине өз қалауларыңыз бойынша начинканы салсаңыздар болады. Егер осы рецепт бойынша дайындап көрген болсаңыз, міндетті түрде комментарияға жазып қалдырыңыз. Сұрақтарыңыз болса, жазып қалдырыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Ал біздің булочкиларымыз дайын. Енді сөз жоқ, үлбіреген жұп-жұмсақ булочкилар дайын болды. Тіпті дүкендегі булочкилардан да жұп-жұмсақ. Осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Сіздерге де міндетті түрде бұл рецепт ұнайды. Себебі булочкалар шынында да өте жұп-жұмсақ. Және дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.
каналда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Міндетті түрде подписаться етіп, колокольчикті басып кетіңіздер. Келесі пайдалы рецепті өткізіп алмау үшін астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.